1-2-1. Өтебайұлы Майлыбай 1954 жылы ақпанның 27 жұлдызында Түркменстан Республикасының Көнергені ауданында дүниеге келген. 1970 жылы Владимир Ильич Ленин атындағы Политехникалық институтының мұнай факультетіне қабылданып, мұнай және газ скважиналарын бұрғылау мамандығы бойынша бітіріп шығады. Бүгін біз менің бір жақсы көретін шәкіртім осы біздің қазақтың Қаныш Имантай Сәтбаев атындағы техникалық зерттеу университеті 1975 жылы бітірген белсенді студент, қазіргі білікті маман. Алғаш еңбек жолын бұрғышының көмекшісінен бастайды. Ал содан соң жақсы жұмысының нәтижесінде аға технолог және айтықының бастығына дейін барады. Ерен еңбегінің арқасында 1990 жылдары өзен бұрғылау жұмыстары басқармасында материалдық техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы болады.
1995 және 1997 жылдары Өзен мұнай-газ мекемесінде директордың бірінші орынбасары болады. 1997-2000 жылдар аралығында Ақтау қаласындағы экономист жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорының орынбасары қызметін атқарады. 2000 және 2011 жылдары Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының Круз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде атқарушы техникалық директор, ал 2011 жылдан бастап Круз мекемесінде бас маман лауазымында қызмет атқарады. 25 ғылыми еңбектің, Қазақстан Республикасының 5 инновациялық патентінің және жоғарғы оқу орындарында арналған ана тіліндегі күрделі жағдайларда ұңғыларды бұрғылау және апаттық құралдар кітаптарының авторы. 2006 жылы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техника университетінде сырттай аспирантураға түсіп, 2010 жылы Баян Рақышев техника ғылымдарының докторы Қазақ ұлттық ғылым академиясының академигінің соның жоспарлы қолбасшылығында кандидаттық қорғап, 2012 жылы Москва қаласында халықаралық білім және өнер академиясында докторлық диссертация қорғадым. Жетекшім Баян Рақышев болды. Бұл өзі мынау нелерді, үңгілерді бұрғылау мамандығы, соны әр қарай жаңғыртып, әр қарай жаңа сатыға көтерді. Соны бара-бара үлкен ғылыми еңбекке айналдырды. Сол еңбегінен мынау халықаралық системаның нұсқасы бойынша доктор, техника ғылымдарының докторын қорғады. Уақытында жақсы сөйтіп, тек қана Өзен емес, Маңғыстау емес, бүкіл Қазақстан әрекетті СНГ мемлекеттеріне белгілі ғалым болды. Республикалық Алматы, Ақтөбе, Өскемен және халықаралық София, Прага, Москва, Санкт-Петербург, Бишкек, Киев қалаларында өткен конференцияларға қатысты. 2010 және 2013 жылдар аралығында Каспий қоғамдық университетінде мемлекеттік аттестациялық комиссиясының төрағасы болады. Шөрді әлімгі дейін сол байланыста бармыз, ғылымы жұмыстармен айлансамыз, Сәтбаев атындағы мұнай ісі факультетінде, кәдіргі. Осы былтырдың өзінде Өзен мұнай акционерлік қоғамында 5 скважинаға жаңағы экспериментальный испытание жасадық. Соны жасап, енді жақсы көрсетті. Биылда болса, тағы да бір 3-4 скважинаға жұмыс жасаймыз ба деген ниеттеміз. Енді ғылым деген бір адамның артында тарихта қалатын кітап менен жаңағы ғылым ғой енді. Өндірістегі табыстары да аз емес. Өзен кен орнына 40 жыл, Маңғыстау мұнайына 50 жыл, Маңғыстау облысына 40 жыл. Айрықша еңбегі үшін Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық университетінің үздік түлегі, Бекет атаның 250 жылдығы юбилейлік медальдармен, Ресей Федерациясының ғылымға сіңірген еңбегі үшін Вернадский орденімен және Маңғыстау облысы және Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрмет грамоталарымен марапатталған. Қоғамдық жұмыста белсенді араласып осы қаланың әртүрлі шаруаларына, заттарына, Аманат партиясының мүшесімін, Жаңаөзен қаласындағы саяси кеңестің мүшесімін, Аманат партиясының, Қазақгаз ұлттық компаниясында сараптама кеңесінің мүшесімін, Жаңаөзен қаласындағы ардагерлер, мұнай-газ кешені ардагерлер республикалық қоғамдық бірлестіктің өкілдігінің директорымын. Өндірісте еңбек ете жүріп, ғылымнан қол үзген жоқ. 4 оқулық жазды. Оның 2-і қазақ тілінде, 2-і орыс тілінде жарық көрді. Оқулықтардың барлығы Қазақстан Республикасындағы политехникалық колледждерде, университеттерде оқу құралы ретінде қолданылып жүр.
Әкесі Өтебай Наятұлы туралы да кітап шығарды. Өткен жылдың желтоқсан айында ғылыми монографиясы баспа жүзін көрді. Алдағы күндері осы еңбектің тұсаукесері өтуі керек. Майлыбай Өтебайұлы жары Науша 70 қызы мен 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірді. Барлығын аяқтандырып, олардан 4 немере мен жиен сүйіп отыр. Майталман мұнайшы жастардың болашағы білімде екендігін айтады. Сондықтан балаларын жоғары оқу орнында оқытып, қанат қақтырды. Бүгінде олар әке жолын жалғап, өндірісте еңбек етіп жатыр. Оның өндірістегі еңбегі де ғылымдағы ізденістері де әрқашан еленіп келеді. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың құрмет грамотасына да ие болды. Өткен жылы мұнайшылардың жоғары марапаты саналатын Қазақстан Республикасы мұнай-газ саласында еңбегі сіңген қайраткер атағын алды. Жаңаөзен қаласының құрметті азаматы атанды. Қазақта сөз бар. Алғыс, абырой, марапат елдің құрметі дейді. Сол елдің құрметінде жүргенімізге мыңда бір шүкір деп айтамын. Аллаға да, осының барлығына, осы жанұяның ықпал деп білемін. Осындай деңгейге жанұяңды осында ынтымақ бірлік болғаның арқасында деп есептеймін. Жұбайым жаңағы Науша 70 қызы, менен отасқанымызға 45 жыл болды. Осы жағдай ғылымға да, өндіріске де жаңағы араласқанда барлық кезде жаңағы үйдегі ынтымақ бірліктің арқасы деп білемін. Аса құрметті Майлыбайым, сізді 70 жасқа келген жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Өмір жолы бай, таза, бауырмал, мейірімді, адамгершілікке, әділеттікке, достыққа, жолдастыққа кір жұқтырмайтын, үлкен қатарында кіші емес, кіші қатарында үлкен емес, келесі ұрпаққа үлгі болғандай ел танитын азаматсыз. Өмір жолыңызға қажет жақсылық әрдайым қасыңызда болсын. Аялап өсірген балаларыңыз бен немерелеріңіздің арасында қызығына тоймай, сүйікті жұбайыңыздан шымен бірге қызықты өмір кешуіңізге тілектеспіз. Майлыбай, 70 жасың құтты болсын. Мен ойлаған жоқ едім, сен де 70-ке келіп қапсың ғой. Арамыз 10 жыл екеніміздің арамыз. Туған күнімізде бір кеше естіп қуанып жатырмыз. 70 жасқа келгенде жігіттей қайратты кездің қазір. Өткенде сөйлескен кезде байқадым, 70-тегі шал сияқты емессің. Керемет, өзіңді жақсы ұстап, жұмысыңда көп болды ғой. Мына ғылыммен займас еттің, пенсияға шыққаннан кейін. Кітап жаздың, докторлықты қорғадың. Енді бұл әр адамның басына бере білмейтін бақыт деп ойлаймын. Еңбегің енді осын, семьяңда, жан жағыңдағы ағайын туысқан, жора-жолдастарыңда аман болсын. Қазір мына пенсияға шыққанның өзінде де сен активны өмір сүріп жатсың. Сол ветерандардың жаңағы, сол өзендегі мұнайшылардың есін басқарасын. Әрине, бұл енді өміріңе бір тұздаған, өміріңді бір жақсы ұзартатын көптеген жұмыстар жасап жатсың. Ол әр адамның қолынан келе бермейтін тірлік. Бірге істедік. Өзен қаласы тоу 70 жылдан кейін мен басқарып тұрған кезде сен түрлі жұмыстарды істедің. Мына райондағы бұрғылау жұмыстарына, басқадан көптеген орталық басқару жұмыстарына да қызмет жасап, кейін мына бүкіл осы басқарманың қамту жұмысы, производственный отдел дейді онда, снабжение со всеми делами. Оны да жақсы атқардың. Барлығы жаман емес. Бұл өмірдегі осы 70-ке келгенше маңызды тірліктер жасадың, жасап жатсыңдар. Денің сау болсын. Қалған өмірің тәтті осындай қызықты болсын. Артында кеткен болашағың аман болсын. 70 жасың құтты болсын, айналайын. Майлыбай Өтебайұлы. Өтебаев әулеті бұл дәулетті, жақсылыққа жарық еткен сәулетті. Өтебайдың ұрпағы бұл көреген, Тәңір өзі қолдап жүрген төбеден. Науша ана бар қызықты көрген жан,
Ол қызына тәрбиені берген жан. Ал оларды шын мәпелеп өсірген Майлыбайға арқа сүйеп сенген жан. Майлыбай десе бүкіл халық ел білген, көзі ашық ұлылармен тең жүрген. Арғатасы наяттай насылдар, Зейнеп ана ат өлмеген ғасырлар. Жарық шақтай жары тегін жамылған, бәрі батыр бір Аллаға жалынған. Шыншылдықты жаны сүйген ардақтым, қам қоршысы бола білген жан жақтың. Үлкендерге құрметі бар ізеті, өз тірлігін білетұғын салмақтым. Майлыбай аға өзі сондай бауырмал, дәрежесін биіктетті қауымдар. Қызметте де биік болды беделді, орындалған қайда жүрсе дегені. Имандылық, құштарлық бар өмірде, өте пысық қарайтын жан көңілге. Өн бойыңыз тонып тұрған қасиет, әрбір ақыл сөздеріңіз өсиет. Өзі қатал, жаны таза пәк адам, сіздей болсын әділетті ақ адам. Мақтамаймыз, мақтанамыз өзіңмен, ақ жүрегі жақсыларға жақ адам. Тек беделді тақта отыр тарланым, өзіңізден үлгі алсын жан жағың. Науша ана сізді сүйеп демеген, бар перзенттің орындадың арманын. Ұлы ұстаз шәкірт сүйген жүрекпен, жүрген жерге нұрын шашып гүл еккен. Қасиетті Жаңаөзеннің жерінде Круз деген мекемені түлеткен. Еңбек қор бол, сөзге берік сертің бар, серілерге лайықты да көркің бар. Қиналғанның жанын тезақ түсініп, соларменен бірге ауыратын дертің бар. Тілі жұмсақ, тура сөйлеп кетсе де, жас көрінет біраз жасты ессе де. Көп ойланып, аз сөйлейтін ағамыз, мақтанбаған талай шыңға өссе де. Орындадың аманатын әкенің, ұлы болып парызыңды өтедің. Ұрпағыңа үлгі болар іс салдың, шын көркейттің ата қоныс шедегін. Бабалардың ақ батасын алған жан, үлгі алып сара жолды салған жан. Жұмыс десе барлық жанын аямай, сол жұмыспен шет елдерге барған жан. Нағыз құрмет белгісі бар кеудеңде, Ресей өзі ұсынған жан өрденге. Талғамы зор еңбек еткен аянбай, жүрген кезде бойы тәтті қаламдай. Бір күн аға еңбек етпей жата алмас, көңіліне қаяу салған бата алмас. Тапсырмасын орындасаң бұлжытпай, мәртебе ғой отырғаның қатарлас. Айта берсең таусылмайды еңбегі, өзіңізбен мақтанамыз елдегі. Ұрпағыңа аманат болып тірлігің, үлгі болсын қазағыма бірлігің. Мың күніңе татитындай боп қалсын, УМС-пен өткізген сол бір күнің. Жүзе берсін елім деген кемеңіз, жүріп кеткен ізіңізден ереміз. Талай биік асуларға шыққансыз, Майлыбай аға өзіңізге сенеміз. Ұзақ ғұмыр бағындыршы ғасырды, біз аялап ардақтаймыз, өзіңіздей асылды. Міне ағекемнің тұңғышы өмірге келді. Ол бала екен. Өтебай мен Мамықтың алғашқы қуанышы құтты болсын. Нәрестенің бауы берік болсын. Қане? Охо, мына жігіттің келбеті бөлек екен. Қайсар. Әрі сабырлы азамат болғалы тұрау. Лайым солай болғай. Әкесі сияқты. Ел алдында абыройлы, еңбек қор, білімді, игі істердің басында жүріп,
халыққа қызмет ететін адам болсын. Иә, анасы секілді жаны дархан, жанары мейірімге толы кеңпейілді болып өссін. Жақсы сөз жарым ырыс деген, айналайын, тіл көзден аман болсын. Аумин. Бақты бала болсын, бақты бала болсын. Шотан батырсында Бахадүр бабалардың ұрпағы бұл сәбиге азан шақырып, Майлыбай деп есім тақты. Үйдің тұңғышы болғасын ба, бала Майлыбай үлкен адамдардың әңгімесін көп тыңдап, шежіре күйіне елтіп өсті. Бұл ташауыз күйін кішкентайымнан тыңдаймын. Қанша тыңдасам да жалықпаймын. Бұл күй менің қиялыма қанат бітіріп, арманымды алға жетелейді. Туған жердің таутасы, топырағы, самалы ағашы, бәрі қымбат мен үшін. Тезірек өсіп, ата-анамның үмітін ақтап, үлкен адам болсам екен деп армандаймын. Бала Майлыбайдың көкірегіне түйген ойлары араға жылдар салып үлкен қаланың есігін қақтырды. Арманға қанат бітіретін ол айқын мақсат қана. 1975 жыл Алматы, Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты. Уақыт деген ұшқан құстан жүйрік деген рас екен ау. Кеше ғана келгендейміз, міне бүгін институтты да аяқтадық. Иә, Сұлтан, қалай өткенде байқамай қалыппыз. Жастық шақ, студенттік кез, қош. Иә, қыздар, жігіттер, чемоданымызды жинап, Алматымен де қоштасамыз ау. Мен Алматыда қалып, жұмыс жасаймын. Анда-санда сендер келгенде күтіп алатында адам керек болар. Дұрыс айтасың. Әділ күтіп алады, сөзінде тұрады, тұрады адамда керек. Онда тамаша болар еді. Майлыбай, сен сірә Маңғыстауға кететін боларсың. Әрине елге барам. Нұрлыбек, Жаңбыр, Шеген, Рахым, Майлыбаймен бірге сендер де кетесіңдер ме? Иә, әрине. Маңғыстауға барып, ауылды көтермейміз ба, жігіттер?
Барамыз. Біз жаққа дәл қазір жас кадр, жас мамандар өте қажет. Өндірісте жұмыс жасап, оқып үйренген дүниені сарп ету азаматтық борышымыз емес пе? Оның үстіне бұл тек Маңғыстауға ғана емес, бүкіл елге қызмет ету деп ойлаймын. Дегенмен жастық шақтың жалынды сәттері өткен Алматыны қимай тұрмын. Иә, бәріміз де сол қимастық. Алматы, сен әлі талай сағынамыз ғой. Тосамын ән қатыңды, тосамын әр хатыңды, сағындым алма бағы, арайлы Алматымды. Сағындым ақ көлімді, сағындым ақ гүлімді, Алматым сыйладың сен, арайлы шаттығымды. Арайлы шаттығымды. Арайлы шаттығымды. Еске алсам көк төбені, жаныма от береді. Алғашқы махаббатқа куәгер көктерегі. Қалайда жаным жырда, болмайды әнім мұңда. Ақ көңіл пәк сезімді, достарым сағындырды. Достарым сағындырды. Достарым сағындырды. Аспаны астанамын, сағындым жастар әнін. Сағындым шыңдарыңды, Алатау асқаралы. Ғашықпын жауыныңа, талпынған тауыбына. Сағынып жетем саған, бас мені бауырына. Бас мені бауырына. Бас мені бауырына. Бас мені бауырына.
еңбек ері, ол отанның тұғыры. Еңбек ері, азаматтық ұғымы. Еңбек ері, Өтебаев Майлыбай, қазағымның бір ұлы. Қазыналы, берекелі даласы, Маңғыстаудай паң жеріне қарашы, бейнетінен зейнет көрген бүгінде қазағымның баласы. Алған білімің ең алғашқы баспалдақ болса, оның биігіне шығу тәжірибе жинау екен. Оны ең алғаш дипломымды алып, Марабаевтың бригадасына жұмысқа келгенде ұқтым. Үздіксіз ізденіспен, түпсіз табандылықты талап ететін бұл салада әрбір мұнайшының, бұрғышының, геологтың төккен тері бар. Кешегі күн, бүгінгі тарих. Сырға толы жұмбақ далам, тұла бойың күн қақтаған, аңызақ жел, шөлді дала, әрбір тасың қымбат маған, Маңғыстау. Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті қонақтар, аса мәртебелі меймандар. Бүгінгі кеш ғибратты ғұмырын еңбек пен ізденіске арнап, ұлттың рухани тынысына жол аша білген Қазақстан Республикасы мұнай газ саласының еңбек сіңірген қызметкері, техника ғылымдарының докторы, Жаңаөзен қаласының құрметті азаматы
Өтебаев Майлыбай Өтебайұлының 70 жас мерейтойына арналады. Көктемнің алғашқы күніне аяқ басып, алғыс айту мерекесімен басталған еңбегімен елеулі азамат атты ғылыми конференцияға қош келдіңіздер. Ендеше сіздердің ыстық ықыластарыңызбен сахна төріне мерейтой иесі, бүгінгі кештің егесі Майлыбай Өтебайұлын шақырамын. Бәрекелді, қадірлі қалайық. Алғашқы құттықтау сөз Маңғыстау облысы әкімінің міндетін атқарушы Қарағайып Жұмабай Ғаппасұлына беріледі. Армысыз, құрметті ағайын, құрметті жерлестер. Бүгінгі Майлыбай ағамыздың осы өткізіп жатқан шарасын пайдалана отырып, мына жаратушының қалауымен, Нұрлан Асқарұлының сенімімен, президент әкімшінің қолдауымен осы басым өз жерде табылып, сіздермен бірге жерлес болып, бірге жұмыс атқарып атқаныма алғыс айтқым келеді. Баршаңызға көп-көп рахмет. Сенімдеріңізге, әрқашанда сенімдеріңізді ақтауға, аянбай жұмыс жасауға осы жерде айтқым келеді. Құрметті Майлыбай аға, мына жаратушының қалауымен келіп жатқан мерейлі жасыңыз құтты болсын. Енді осы сахнаға шығып, енді манағы өмір тарихыңызбен танысып, мына көптеген 20-шы ғасырда дүние келіп, сол азаматты борышыңыз деп отыр, мына осы тарихқа экскурс жасап атқанда, сол Алматы қаласының тау-кен инженерінің мамандығын тамамдап, осы елге келем, елдің өнеркәсібін, соның өнеркәсіпті қоймастан ғылымды өз жерде көтерем деп қызметіңізге рахмет. Сол бұрғылаушы көмекшісінен бастап, көптеген өндірістегі басшы лауазымды атқардыңыз. Еңбегіңізге рахмет. Әрқашанда осы көптеген алдыңызда, енді амандық болса 100 жасыңыздағы да осы көптеген шараларда кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Енді болашақта тек жақсылықта кездесейік. Осы аманшылықта, саушылықта болайық. Мына Нұрлан Асқарұлы өзі іс-сапарда болуына байланысты сізге адресат жіберген болатын. Енді мына жерде Нұрлан Асқарұлы өзіңіз білесіз, қалай сізді сыйлайтын, қалай сізді бағалайтын. Әрқашанда аман жүріңіз, өзіңіз мына жеңге екеуіңіз асықпай отырып оқырсыз. Құтты болсын келген жасыңыз. Аманшылықта, саушылықта. Бәрекелді рахмет, құтты
құтты болсын, еңбектеріңіз жана берсін. Көңіл шіркін қалады базын айтып, Маңғыстауда болар мек азын уақыт. Жаңаөзеннің перзенті болу емес, топырағын басудың өзі бақыт. Светқали Нұржанның сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әні «Маңғыстау» орындайтын Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Махбуза Шоманова. Қошеметтеріңізбен қабыл алыңыздар. Шежіресін тұмарындай сақтаған, құлшар күйді құранындай, абыл жырды ұранындай жаттаған. Теңіз боп толқыған, шалқыған Маңғыстау, айнымас антынан салтынан Маңғыстау. Сапырған самал гүлін, дауыл баздалан менің, деу менің киелім, мен сені сүйемін Маңғыстау. Кеше өткен абыздардан көнермейтін аңыз қалған мора боп, жігер қайнап ұлдарында, жағады әлі шыңдарында оран от. Теңіз боп толқыған, шалқыған Маңғыстау, айнымас антынан салтынан Маңғыстау. Сапырған самал көлін, дауыл баздалан менің, деу менің киелім, мен сені сүйемін Маңғыстау. Шындықты айтып бір кездегі күмбірлейді күмбездері данадай. Пір бекетке қоныс болған қазақ қаңыз орыс қарман даламай. Теңіз боп толқыған, шалқыған Маңғыстау, айнымас антынан салтынан Маңғыстау. Сапырған самал көлін, дауыл баздалан менің, деу менің киелім, мен сені сүйемін Маңғыстау. Сапырған самал көлін, дауыл баздалан менің, деу менің киелім, мен сені сүйемін Маңғыстау. Сен аңсап шарқырам Маңғыстау. Бәрекелді. Махбуза Шоманова. Ал қадірлі қалайық, енді бүгінгі мерейтой иесінің көңілін шалқытып, осындай тамаша әндер шырқалған кезде сіз де біз де шалқытып қошеметті аямай отырайық. Бәрекелді. Кештің көркі көрермен өздеріңіз. Енді құттықтау сөздерге кезек береміз. Құттықтау сөз
Маңғыстау облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Төлетов Серікбай Құдайбергенұлына, Маңғыстау облыстық мәслихатының төрағасы Матаев Жаңбырбай Жәнібекұлына және Қазмұнайгаз Ақтау қаласындағы өкілдігінің әлеуметтік және ақпараттық саясат және сүйемелдеу департаментінің директоры Нұрдәулетов Аманғали Сүлейменұлына беріледі. Қошеметтеріңіз. Құрметті салтанатқа жиынға қатысушылар, қадірлі Жаңаөзеннің қонақтары, бүгін шындана келді киелі Маңғыстаудың жерінде Ақтүйенің қарны жарылған күн. Сонау көнергеніште Наят ұлы Өтебайдың ұлы, Наяттың немересі Өтебайдың ұлы Малыбай ағамыздың бүгін үлкен мерейтойы. Бұл азаматты бүгін халық бағасын беріп жатыр. Халықтың бағасынан үлкен баға жоқ. Азамат тұлғасы биік, парасат пайымы айрықша. Әрбір сөзінен қазақтың тілі, діні, ділі, әдет ғұрпы, салт дәстүрі бұрқырайтын, тағылымы мол, өресі биік, жаны жайсаң, арды азамат деп баға берді. Одан үлкен қандай баға болушы еді. Майлыбай Өтебайұлы жаста еңбекке араласып, мұнай саласының үлкен майталманы атанды. Осы саланы ғылыммен ұштастыра біліп, бүгінгі таңда ғылыми жұмыстары Қазақстан экономикасының арттыруына үлкен үлесін қосып келеді. Ел кезді, соны Мәскеудің төрінде жүрді, Санкт-Петербургтың төрінде жүрді, Прагада жүрді, Украинада жүрді. Біліміздеді, көп ортада ғалымдардың олдасында өзің биіктігін көрсетті. Бүгінгі беріп атқан ғалымдардың бағасы үлкен баға деп есептеймін. Біз сізді Майлыбай аға жалғыз тек мұнай саласының майталманы емес, руханияттың майталманы деп бағалаймыз. Сонау Астана қаласында үлкен жазушы Ақселеу Сейдбек деген ағамызбен сұхбаттасып отқанымда мынандай сұрақ қойды. Жаңбырбай-ау, сонау Қаһарман қала Жаңаөзенде Майлыбай деген бауырым бар, Ершотанның ұрпағы. Соны танисың ба деді. Танимын дедім. Сол осы Жаңарқаға көбірек келеді осы соңғы уақыттары. Шотан деген көл бар, Шотанның жайлауы бар. Ай, соның барлығы шындыққа жанасып тұрау деп. О да үлкен ғалым, жазушы адам ғой. Міне, бұл азаматтың да руханиятқа қосып атқан еңбегі. Бірде Ғарифолла Есім ағамызбен профессор академик кездескенімде, Жаңбырбай-ау, ана Майлыбай деген ағаңды білесің ғой. 2015 жылы Отпан таудың басында кездестік. Сол менің еңбектерімді оқып, сона өзенде жүріп, менің еңбегімді зерттеп, зерделеп, маған өзімнің ойымды жетік жеткізіп отыр деген әңгімелерінің аға куәсі болдым. Медеу Сәрсекенің де әңгімесі бар. Қаныш Сәтбаевты зерттегенде, сол азаматпен де сөйлескен екен. Сонда Медеу ағам айтады, ай, қандай сауатты адам анау. Көркем әдебиетке терең сүңгіген, бойына руханиятты жинаған. Ай, мұны Алла тағала техника ғылымының докторына да мәдениетті, әдебиетті қосып та береді екен ғой деп. Бұның барлығы үлкен абырой деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын, аға аман болыңыз. Осы бүгінгі айтылып атқан тілек, ел халықтың беріп атқан ақ батасы, ел халықтың беріп атқан алғысы Алла тағала шаңырағыңызға қот береке, бақ дәулет болып қонып, ырыс болып тарып, Алла тағала соның барлығын нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум, құрметті Жаңаөзеннің азаматтары, келген қонақтар. Бүгінгі күннің салтанатты
алғыс күнімен құттықтай отырып, бүгінгі үлкен жиынның қонағы болып келіп отқанын өте қуанышты білдіремін. Мынау Маңғыстау өлкесінің ақсақалдарының атынан, үлкен ағалардың, әжелердің атынан, мінекей, Майлыбай, сізге мынау керемет күніңіз, туған күніңізбен құтты болсын айтып тілек білдіреміз. Енді маған мына мемлекет және қоғам қайраткері Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың сәлем хатын оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті Майлыбай Өтебайұлы, сізді Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қайраткері, техника ғылымдарының докторы, Жаңаөзен қаласының құрметті азаматы, бүгінгі 70 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Кезінде Қайран Махамбет, азамат, сені сақтадым бір мүдәмә деп керек деп айтқан екен. Жалпының ісіне пәтуа, ойына парасат бітіру үшін керек болған салихалы жалқыны атам қазақ азамат деп таныған. Керек кезде, керек жерде табылған. Сіздің кемелдіңіз, келелі істерді тындырған елдің ардағы болдыңыз. Сол азаматтыңыздың нақ дәлелі. Кейде жазғаның оқылмай, айтқаның естілмей жатса да, елдің игілігіне қызмет етуден ешбір тайынбайсың. Жердің де, елдің де перзенті бола білдің. Сондықтан бүгінгі мерейтойың лайықты, тағылымды іс-шаралар аясында өтуі үлкен заңдылық. Елдік жолдағы қайраткер азаматты құрметтеу, білу, жөн мен жосықты, адамгершілік пен адалдықты асқақтау. Киелі, қасиетті әулиелі өлкенің тағы бір биік болмысының анығы. Қадірлі замандас, ендігі кезекте нағыз ел ағасы Димаш Ахметұлы Қонаев айтқандай 80-ге секіріп жет, 90-ға тоқтама, 100-ге келгенде тағы бір ақылдасайық деген екен. Құтты болсын. Құрметпен мемлекет және қоғам қайраткері Қырымбек Елеуұлы Көшербаев. Тартуға рұқсат етіңіз. Құрметті Жаңаөзен қаласының тұрғындары және қонақтары, баршаңызды киелі жұма күні кіріп отқан көктемнің тұңғыш күні, сонымен қатар қазақ елінің ұлы мерекесін бір деп айтуға алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтағым келіп тұр. Осы Жаңаөзен қаласында Алланың бұйырысымен 2 жылдай қызмет атқарған болатынмын. Сол 2 жылдың ішінде осы өңірде Жаңаөзен халқымен біраз шаруаларды атқардық. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, Жаңаөзен халқына Алланың бұйырысымен қызмет атқарып еткеніме сіздерге мың алғыс айтқым келіп тұр. Сол қызмет атқарып жүргенде Майлыбай ағаммен таныстым. Ол кезде мұнай саласының ардагері болғанымен еліміздің өсіп өркендеуіне, экономикалық дамуына, қоғамдық саяси өміріне белсене атсалысқан азаматтардың бірегейлі, әлі күнге дейін осы өңіріміздің жанашыры, Жаңаөзен қаласын жанашыр азамат ретінде танып білеміз. Мұнай саласының мәселелері, сонымен қатар елдің мәселелерін әрқашанда жоғарғы тұрған басшылыққа, азаматтарға жеткізіп, мәселелердің шешілуіне ықпал етіп жүрген азаматтардың бірегейі деп айта аламын. Сондықтан Майлыбайға жасыңыз құтты болсын. Мынау Астананың төрінен үлкен аманат келіп жатыр, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Басқарма төрағасы Мырзағалиев Мағзұм Маратұлының атынан құрметті Майлыбай Өтебайұлы, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғам ұжымының және жеке өз атымнан сізді мұнайгаз саласының белгілі майталманының 70 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз өміріңіздің осы бір биік белесін үлкен жетістіктермен қарсы алып отырсыз. Сонау 1975 жылы Маңғышлақ нефт өндірістік бірлестігінің өзен бұрғылау жұмыстары басқармасында қарапайым бұрғышының көмекшісі қызметінен басталған еңбек жолыңыз еліміздің жетекші мұнай-газ компанияларында жауапты басшылық лауазымдармен жалғасын тапты.
Өндірістегі үлгілі де тәжірибелі қызметіңізді білім, ғылыммен ұштастыра білген сіз мұнай-газ ұңғымаларын бұрғылау мамандығы бойынша елімізде жоғарғы білікті мамандар даярлау үрісінде Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық және кәсіби қоғамдық университетінің мемлекеттік аттестациялық комиссиясының төрағасы лауазымын қатар атқарып отырып, зор үлесіңізді қостыңыз. Отандық мұнай-газ саласын дамыту жолындағы ұзақ жылға ерен еңбегіңіз бен ғылыми жетістіктеріңіз Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың және Маңғыстау облысы әкімінің алғыс хаттарымен көптеген жоғары марапаттармен лайықты болғаны белгілі. Бүгінде өзіңіз басқарып отырған мұнай-газ кешені ардагерлері Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы өкілдігінің сала ардагерлерінің көп жылға әлеуеті мен өндірістегі кәсіби тәжірибесін жас буын мұнайшыларға тәлім тәрбие беруге, саналы ұрпақ сабақтастығын жалғастыруға берері мол деп сенеміз. Бүгінгі мерейлі жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ізгі ниетпен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев. Сонымен қатар, осы Маңғыстау өңірінде орналасқан еншілес тәуелді ұйымдар, яғни мұнай компанияның бас директорлерінің барлық атынан бүгінгі мерейтойыңызбен сізді құттықтауға рұқсат етіңіз. Мереке құтты болсын, еліміз өркендей берсін, аспанымыз ашық болсын. Мәке, туғаныңыз құтты болсын. Бәрекелді. Маңғыстау облыстық мәслихатының төрағасы Матаев Жаңбырбай Жәнібекұлының атынан да сый сияпатты қабыл алыңыз. Алдияр Қамшы. Естелікке суретке түсеміз. Бәрекелді, құрметті орындарыңызға жайғаса беріңіздер. Ән күйдеген көңілдерді көтерер, онда тіпті сөз болмайды бас артық. Ашулансаң, жайдар етіп жіберер, кәрі болсаң, жібереді жас артып. Сыпыра жыраудың термесі, орындайтын Жанар Нұрмұханова. Қошеметтеріңіз. Замана жайы не болмақ, құбылып жүз тұлғап, орайыма келгенде ортаға салдым тірер уақ. Ісімді тәңір оңдаса, әулие жебеп қолдаса, айтылмай жатқан жырлар бар, ақылын айдып қақсаумен айдай. Көгіл тәп жырау, толығасаң. Салмағың сенде балам, сөзің батпан анаң бар, айынан аян сені тапқан тай тұяқ. Тарланат пен хан майданда бір өзің, жүз батырдың орнын жапқан ерлікпен, сақтап қалдың елдігіңді кәріліктен. Әлі кеткенде қарт қожақтан бағланым, бәрге келді ісетіпсің аямай. Тек үлкөзден аман өтшін тарғын жан, мен баташаң өзің сақтар турықсаң, ақыл айтып батыр батпан орданың. Бәріміздің панамыз бұл деп отыр саған ақшат. Алтын тапқан. Пай. Қандай керемет. Етікшінің баласы екі алғанмен мұғалімнің баласы үш olmaydı. Қиқу салып отырайық ағайындар, қыранда қиқусыз үш olmaydı деген ғой. Алақанда аямайық.
Бәрекелді. Мынау қазақта бір сөз бар. Құдықтың суы ащы тұщы екенін білу үшін соңына дейін сарқып ішудің қажеті жоқ дейді. Жанардың қандай орындаушы екенін көрдіңіздер ғой. Керемет. Оның үстіне бүгінгі тойдың тақырыбына келетін 90-ға келіп топ жарған деген сөзі бар екен. Сізге де сондай жақсылықтың бәрін тілейміз. Бетке әжім түскенмен жүрекке әжім түспейді депті Шерхан Мұртаза деген ағамыз. Жамбыл Жабаев 95-ке келгенде арман деген өлең жазыпты. Оқып берейін. Ай нұрын ұстап мінсе де арманға тоймас адамзат дейді ғой енді. Әркімнің әр кәллада бір қиял дегендей әртүрлі арманы бар ғой. Сонда Жамбыл атамыз былай деген екен дейді. 3.25 көз алдымда кешегідей, қыздардың қолым жетті нешеуіней. Келгенде 95-ке амалым жоқ, қисайдым кемпірімнің төсегіней. Келдің бе 95-ім алайын деп, мойныма ажал құрық салайын деп, тағы да 5-6 жыл тұра тұршы, өзім де жатырмын ғой, барайын деп деген екен дейді. Сөйтіп Жамбыл атамыз 100-ге кепті. Майлыбай ағамызға да сол 100 жасты қимаймыз ба, құрметті көрермен? Бәрекелді. Мен енді Ақтөбеден келіп отырмын. Аты жөнім Орал Қосай Байсеңгір. Осы кешті арнайы жүргізуге Майлыбай ағамыз шақырғасын, халықтың көңілін табайын, жақсы сөзді айтайын деп келіп отырмын. Жалғыз өзім келген жоқпын, қасыма бұл кісінің балдызын ерте келдім. Бір үйде тұратын болғасын. Ол кісі бұл кісіге арнап бір әдемі әнін ала келді. Әннің авторы Аймұрат Мәжікбаев дейтін досым, сөзін жазған Лаура Палман деген ақын қарындасыңыз. Әннің аты Асыл Аға. Сондықтан қадірлі қалайық, ағаны құрметтеуді үлгі тұтайық, өнеге көрсетейік деп осы бір ән жолдаймыз. Сахнада Нұргүл Тілегенова.
арнаған еліңе қайсар аға, дара туған, жаны нұр жайсаң аға. Асылдың сынығы, теңіздің тұнығы, сыйласын қай жақтада. Өнеге құмыры қазақтың бір ұлы, мың жаса ардақтаға. Бәрекелді қадірлі халайық, енді бәйтерегім ой тереңін еліне арнаған қайсар аға дейді әннің сөзінде. Мінекей сол сөзге сай авторы Майлыбай Өтебайұлының «Восстановление производительности нефтяных скважин с применением новых технологий» ғылымы еңбегінің тұсауын кесу құрметіне сахна төріне шақырылатындар: Дәрбаев Юлдашбай Әбуұлы, мұнай газ комплексі ардагерлері республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшесі, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің доценті. Көтеріліп қойыңызшы, көрініңіз, ортаға келе беріңіз. Әрі бір жағынан таныстырып отырайын. Қазір бірінен соң бірін хабарлай берсем, кім екенін жұрт ұға алмай қалар. Қошеметтеріңіз. Болатбаева Тілектес Аманғос қызы, Жаңаөзен политехникалық колледжінің директоры, құрмет орденінің кавалері, иегері. Жүнісіп Ақылбек Асырарқұлұлы, геология, минералогия ғылымдарының кандидаты, профессор, Қаныш Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институтына жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас ғылыми қызметкері. Истекова Сара Аманжолқызы, геология, минералогия ғылымдарының докторы, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде геофизика және сейсмология кафедрасының профессоры. Қошеметтеріңіз. Ортаға келеміз бәріңізде. Ортаға келейік, кітаптың тұсаукесерін көрейік, жақындайық. Ортада тұрыңызсыз. Ал халықтың игілігіне жарасын. Алып берейін. Қошемет аямай отырайық. Келін, бекі өлеп. Бісміллә. Шашу кетті. Ай, бәрекелді. Алыңыздар. Балаларыңыз осындай ғылым қусын. Естелікке суретке түсеміз. Естелікке суретке түсірілді ме? Рахмет. Құтты болсын. Қолдарыңыз құтты болсын. Келесі кезекті Майлыбай Өтебайұлының ғылыми жетістіктері туралы баяндамаға кезек береміз. Баяндамашы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде геофизика кафедрасының меңгерушісі,
техника ғылымдарының докторы профессор Ратып Боранбай Тавасарұлы. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі жақсы шараның куәгерлері. Біріншіден бүгін Майлыбай Өтебайұлын үлкен жасқа келіп атқанымен шын жүректен құттықтаймын. Сізге ұзақ ғұмыр тілеймін. Енді Майлыбай Өтебайұлын енді жас болсам да 20 шақты жылдан бері білем. Майлыбай Өтебайұлы кезінде қазіргі Сатпаев атындағы университет, кезіндегі Қара Шаңырақ Қазақ политехникалық институтын 75 жыл жақсы жоғары білімді дипломмен тәмамдаған. Сондан кейін біздің енді бұл кісімен кездескеніміз, біз тәуелсіздік алғаннан кейін 10-15 жыл өткеннен кейін аяғымызға тұрып, өзіміздің байлығымызды игере бастаған кезде Қазақстанға өз мамандарымыз керек болды. Сол кездері Мәкеңнің бітірген бурение нефтяных и газовых скважин деген мамандығы бойынша Сәтбаев университетінде жылына 150-200 студент қабылдайтын едік. Соның бір түлегіміз Мәкеңнің ұлы Берікбай Майлыбайұлы да соны бітірді. Қазір үлкен дәрежеде, үлкен ғылым маман ретінде жұмысын Ақтауда жалғастырып жатыр. Сол кездері айтайын дегенім, бізге әрине өндірістен келген кісілер айтады. Жұмыс қалайын десе, практикаға өттіңіз ба дейді, опытыңыз бар ма дейді. Егер өндірістегі мамандар оны практикаға, жұмысқа оқып жүрген кезде алмаса, қаяқтан онда опыт болады. Сол кездері Мәкең осы Круз мекемесінде атқарушы директор болып жұмыс жасады. Сол жасаған кезінде жылына біздің 60-70-80 баланы, жаңа 200 практикаға қабылдайтын еді. 3 айда кезіндегі мұғалімдардың 12 айда алатын зарплаталарын студенттеріміз 1 айда алатын еді. Сондай оларға сол көмектесті. Үйдегі Науша жеңгеміз жаңағы біздің студенттерді аптасына 1 рет үйіне ет асып шақыратын еді, сол кездері. Студенттер осы жаққа келген келесі жылда біз өзенге барамыз деп айтатын еді сол кезде. Ол барлығы Мәкеңнің кеңділігі. Енді сөйтіп біз жақындасып кеттік. Сол кездері біз Мәкеңді енді білімді ғалым, білімді өндірістің адам болғандықтан біз оны жақындасып университетке сіз мемлекеттік емтихан қабылдаудың немесе дипломдық қорғаудың председателі болсын деп шақырдық. Ол өзінің бірінші жылдары келе алмайым деді. Кейінді кездер уақыт тауып келе бастады. Сосын бір күннен бір күн бұл кісіге біз ұсындық. Сіз енді біліміңіз мұнай бұрғылау туралы сізден жақсы білетін маман жоқ. Сондықтан сіз бізге аспирантураға түсіңіз, сіз доктор болыңыз, академик болыңыз деп біз ұсыныс жасадық. Сол жылдар жаңа айтылып өтті ғой, сол аспирантураға түсіп 2010 жылда кандидаттық, ондан кейін докторлығын қорғады. Енді бұл жерде тағы бір нәрсені айтуға керек. Мен сол кездер әр қашанда мен ол кісімен бірге болдым. Бір жерде жүрдік. Жаңа шетелдерде айтып жатыр ғой. Енді мысалы София дейді, Болгария, Турция, Москвада, Санкт-Петербургта доклад өзінің жұмыстарын апробация жасаған кезде мен жанында болдым. Сондықтан ол жерде ойырға келген кезде ғалымдар бұл кісінің жаңағы бізге қарамайды, Мәкеңе қарайды. Мәкең енді бұлайынша бір бойы ұзын 2 метр, ой мынандай қазақтар бар екен ғой деп, соны біздерді жақсы қабылдайтын еді сол кездері. Енді бұл кісінің тағы бір ғылымы жағына өтетін болсақ, ғылымы темасы әрине ұңғыны бұрғылайды. Бұрғылағаннан кейін оны игере бастайды. Освоение. Освоениеден добыча бастайды. Сол кездері өзінің кейбір
ремонт жұмыстан шыға бастайды, өнімділігі төмендеп кетеді. Сол кездегі үлкен бір проблеманы сол кезде ғылымы түрде шешті. Ол разрушение горных пород. Тау жыныстарын талқандау, сондай тау жыныстарын ремонт кезіндегі сондай шараларды шешіп отырды. Енді ол туралы былай айтып өтпей ақ қояйын, енді түгел детальны дегенім ғой. Сондықтан Мәкеңе әрқашанда жақсылық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Мына папкада қазіргі қара шаңырақ, біз айтамыз, біздің Сәтбаев университет немен бай дегенде, біз өзінің түлектерімен, өзінің студенттерімен баймыз. Сондықтан әрқашанда осындай түлектерімізді қолдаймыз, әрқашанда бұларды университеттің шаңырағында күтеміз. Біздің қазіргі таңда Сәтбаев университетіне 90 жыл толайын деп жатыр. Оны октябрь айында соны өткізуге дайындық шаралары жүріп жатыр. Енді, Мәке, біздің 20 мың ұжымы бар, қара шаңырақ, Сәтбаев атындағы университеттің ректоры Бекентаев Мейрам Мұхаммед Рахимұлының атынан мына папкада құттықтау бар. Осыны енді ішін оқып сіздердің уақыттарыңызды алмайын, осыны беруге рұқсат етіңіз. Бәрекелді. Енді айтып жатыр ғой, біреулер шапан беріп жатыр. Бірақ та біздің университет қазір шапан бермейді. Біз басқа формаға өттік. Жаңа формаға. Соны беруге рұқсат етіңіз. Үлгілі өмір жолы игілікті істерге толы. Баяндамашы мұнай-газ кешені ардагерлері Республикалық қоғамдық бірлестігінің бас директоры Анатолы Орынғалиұлы Тегісбаев. Келіңіз. Құрметті киелі Маңғыстау өзен халқы, өздеріңмен бұрын осы жерде 19 жыл жұмыс жасап, қазіргі осындай бүгін салтанатты күні, соның ішінде көктемнің алғашқы күні, жаңа айтылып жатыр, алғыс айту күні, ең бастысы біздің досымыз 5 жыл бірге оқыған, содан берде қарым қатынасымыз үзілмеген Майлыбай Өтебайұлының 70 жасқа толуына және оның көптеген жаңағы ғылыми еңбектерін атап өтуге байланысты кездескеніме қуаныштымын. Енді бұл кездесуге Майлыбаймен бірге 5 жыл бірге оқыған бұрғышылар Мұрат Қаресұлы Шавалиев бастаған осы республикамыздың әр жерінен келіп отырған жерде достары, курстастары отыр. Тараздан, Ақтаудан, Астанадан, Шымкенттен келіп отыр. Олардың барлығы да қуанышты. Енді сол достардың атынан өздеріңіз естіген боларсыздар. 2019 жылы Астана қаласында 13 ардагердің бастауыменен, орысша айтқанда учредитель дейді, солардың бастауыменен мұнай-газ саласы ардагерлері қоғамдық бірлестігі республикалық маңызда сол құрылған. Қазіргі кезде биыл амандық болса 5 жыл болайын деп отыр. Оның құрамына кірген
мұнай газ саласы ардагерлерінің саны 900-ден асты. Енді сол ардагерлердің атынан мен бір үлкен тілек арқалап келдім. Соны қазір оқуға рұқсат етіңіздер. Мен енді алдында сөйлеген азаматтардың бәрі өте тамаша келістіріп жақсы айтты. Біз енді өндірісте, көбіне өндірісте жүргеннен кейін мен қателеспеу үшін осыны Майлыбай енді көптің тілегі ғой, соны оқығым келеді. Содан кейінде бір министрліктің бір біздің қоғамның сұрауы бойынша беріп жіберген сәлемдемесі бар, соны өзіңнің кеудеңе, кең кеудеңе таққым келеді. Енді осы кездесуді пайдаланып, жалпы осы шара өте жақсы ұйымдастырылған екен. Облыстық әкімшілік, қалалық әкімшілігі сіздерге көп рахмет айтамын. Өте тамаша ұйымдастырылған, бірақ бұл ұйымдастыруда Майлыбайдың көп рөлі бар деп есептеймін. Мана жақсы бір спектакльдер болды. Сонда Майлыбаймен бірге жұмыс жасаған, осы Өзен қаласына өзімен бірге келген азаматтардың аттары аталды. Енді менің тағы да бір таңғалғаным, жас балаларымыз, немерелеріміз осы жерде жаңағы өздерінің өнерлерін көрсетті. Майлыбайдың рөлін, жаңағы жас кезіндегі рөлін ойнап, соның атынан сөйлеген бір балаға мен өте қатты риза болдым. Сондықтан әкімшілік осындай жас таланттарға көңіл бөлсе екен деп айтқым келеді. Енді Майлыбай ғалым деп жатырмыз. Ол сол ғалымдық жолын әлде де жалғастырып келеді. Оның жазған жаңа мақалаларын, кітаптарын әрине жастар оқып жатыр деп есептеймін. Енді бір қызығы, біздің ардагерлер оқып жатыр соны қазір. Мына біздің республикалық ардагерлер қоғамының ардагерлері оқып жатыр. Және сол жазылған жаңа кітаптарының кейбір жерлері осы Өзен қаласында жаңағы тәжірибеден өтіп жатыр. Енді соған Майлыбай сәттілік тілеймін. Енді мынау жаңа келіп отырған Майлыбаймен бірге оқыған, бірге жүрген жолдастардың барлығы осы біздің қоғамдық бірлестіктің мүшелері. Бұл жерде енді бәрін оқымаймын, Майлыбай. Сенің институт бітіргенің, жаңағы 70 жасқа толғаның деген бәрі аталады. Соның ішінде бір жолын оқып жіберейін. Еңбек жолыңызды бұрғышылың көмекшісі қызметінен бастап техника ғылымдарының докторы және халықаралық экология және өмір қауіпсіздігі ғылымдары академиясының академигі бола тұрып, мансабыңыздағы керемет жетістіктерге жетудің қиын жолынан өттіңіз. Сіздің әртүрлі басқармалар мен компаниялардағы басшылық ұстанымдарыңыз мұнай және газ өнеркәсібінің табысты дамуына әсер етті. Бұл енді ардагерлер атынан үлкен тілек білдірген еңбек Қазақстанның еңбек ері, көпшілігін білетін боларсыңдар, Ұзақбай Сүлейменұлы Қарабалин. Сол кісі жаңағы осы біздің қоғамдық бірлестіктің төрағасы. Сол кісінің үлкен сәлемі, сол кісінің қолыменен Майлыбай өзіңе мына халықтың алдында осы адресті табыстағым келеді. Енді мұндай үлкен шарада әлде де марапаттар болар. Алдымызда жағы республика күні деген бар, сондай да тілектеріміз бар. Бірақ енді марапат күні қалай Майлыбайдың кеудесіне бір медаль тақпасқа. Соның ырымын жасап жіберейін. Бәрекелді. Энергетика министрлігінде осындай үлкен қызмет еткен ардагерлерге
ардагер, еңбек ардагері деген осындай медаль табыстайды. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы Энергетика Министрлігі еңбек ардагері медалі. Құтты болсын. Бәрекелді. Мұна бүгін ардақты ағайындар көктемнің шуақты жарқыраған күні Майлыбай ағамыздың да кеудесі жарқыраған орденге толып жатыр. Тағы да бір қошемет қылайық. Адамға алғыс айту, Аллаға алғыс айту дейді. Ендеше алғыс айту күнінде сізді марапаттаушыларға да бір жақсы сөзіңізді арнаңыз. Құрметті жерлестер, қадірлі қонақтар, сакурсиктерім, бүгін енді менің осы мерей тойыма келіп, көңілдеріңіз білдіріп атқанымызға алғыс айтамын. Алла разы болсын. Осы шараның барлығын ұйымдастырған облыстың әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлына, Жұмабай Қаббасұлына, қала әкімі Жансейіт Исақанұлына, осы мына мәдениет бөлімінің басшысы Гүлайым Бақытқызына көп-көп рахмет айтамын. Бұл енді бір қарапайым мұнайшы, зейнеткер, ғалымды осындай дәрежеде жеткізгеніне, қазақта сөз бар ғой, қолда бар алтынның қадірі жоқ деп. Осындай қалада тұрып атқан, еңбегін елеп, осындай сый құрмет жасап атқаныңызға Алла разы болсын. Мұна алыстан келіп отқан Андрей ағам бар, Бұлғарайып. Тағы да азаматтар бар. Сізге де көп-көп рахмет, Андрей аға. Осындай алтын уақытыңызды бөліп, жол шалғай болса да, әсіресе мына сакурщиктер менің алыстан жақыннан келіп отқан Атыраудан, Тараздан, Шымкенттен, Алматыдан, Астанадан, Ақтаудан, мына Құдабай бастаған команда келді. Ал көп-көп рахмет. Осының барлығына, осы жұмысты жүргізіп атқан жаңада видеороликті айтты ғой, енді отбасының барлық ықпалы, ниеті, өзімнің жаңағы Өтебай әулеті, оның Қалаберді Майлыбайдың әулетінің осы маған деген сенімі, заты рахмет деп айтамын. Ал аман болайық, сау болайық, барлық кезде жақсылықта кездесейік. Ал келе жатқан амалымыз құтты болсын, келесі амалдарға аман есен бауырымыз бүтін жете берейік. Той-той қыласа берсін ағайындар. Бәрекелді. Майлыбай ағамыз әдемі алғыс сөзін айтты. Енді сіз өзіңіздің бүгінгі 70 жас мерейтойыңызға арналған концертті залда отырып тамашалаңыз. Бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Достарыңыздың қасына барыңыз. Өнер көрсететін Шоғы би ансамблі, Ай көркем биі.
Бәрекелді. Елім бай, көңілім кең, жерім дархан, шаттықтың, қуаныштың күйін тартам, шалқытып, шарықтатып әнге салсам, тәуелсіз Қазақстан сенің арқаң. Елін сүйген ерге арналған патриоттық рухты ән Атамекен. Қабыл алыңыздар. Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп аунайман, көп күлем. Маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның алақанау деп білем. Қайда жүрсем Атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп аунайман, көп күлем. Күннің нұры айдан аппақ сәулесі, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсем Атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Елімнің байрағы көгімді тіктеген, кешегі бүгінгі болашақ ұлтымның асқақтап дарханы биікте көтменен даланы қаланы тастаймын кімге мен бабадан анадан аманат бұл деген. Бабадан анадан аманат бұл деген. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп аунайман, көп күлем. Асқар тауым аспанымен таласқан, қазағымның мәртебесі деп білем. Қайда жүрсем Атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Бәрекелді, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, Майлыбай Өтебайұлының 70 жас мерейтойы құтты болсын!
Құрметті Майлыбай аға, Майлыбай аға, мына гүл шоғын, Майлыбай аға, мына гүл шоғын Жаңаөзен қоғам кеңес мүшелерінің атынан қабыл алыңыз.